Мен үйдің жалғыз ұлымын. Анамның айтулы қиындықтарымен өз өмірімді байланыстырып, кейде жүрегіме үлкен ауыртпалық жүктегендей боламын. Мені өмірге әкелгеннен кейін анамның денсаулығы күрт нашарлап, әртүрлі дертке шалдықты. Қанша жерден ана болу бақытына ие болғысы келсе де, тағдыр оны бұл мүмкіндік бермеді. Анам жүрек ауруымен күресіп, қант диабетімен ауырды. Дәрігерлердің тағы да жүкті болма деген ескертулеріне қарамастан, ол бірнеше рет көтерді. Бірақ жүктіліктің әрқайсысы үлкен қайғымен аяқталды. 2-3 рет түсік жасатуға мәжбүр болды. Соңғы рет көтергенде анам есінен танып, ауруханаға түсіп қалды. Сол кезде дәрігерлер анамның өмірін сақтап қалу үшін жатырын алып тастауға мәжбүр болды. Бұл оқиға анамның өмірін мүлде басқа арнаға бұрып жіберді. Ол енді қайтадан ана бола алмайтынын түсінді. Бірақ мен оның өмірімнің жалғыз себебі, жалғыз тірегі болып қалдым. Сол сәттен бастап анам бар махаббаты мен жан жылуын маған ғана арнады. Алайда бұл сынақтардың ауыртпалығы әкемді жеңіп шықты. Ол анамның денсаулығына мән берместен оны тастап кетті. Бала тумайтын әйелмен бірге өмір сүре алмаймын деген қатыгез сөздер айтып, басқа отбасын құрды. Ол сәтте анамның жан жарасы одан әрі тереңдеді. Бірақ ол бәріне шыдап, мен үшін ғана өмір сүріп келді. Тек мен де анам үшін ғана өмір сүремін. 9 сыныпты аяқтаған соң көп ойланбастан техникалық колледжге түстім. Негізгі мақсатым стипендия алу еді. Анам маған ақылы оқуда білім алуды ұсынғанымен, мен бұл ұсыныстан бірден бас тарттым. Себебі анамның бір ғана зейнетақысы өзі дәрі-дәрмегіне әрең жететін. Оған қосымша ауыртпалық салғым келмеді. Мен ер жеттім, енді отбасының тірегі болуым керек деп шештім. Колледждегі сабақтардан кейін бірден көлік жуатын жерде жұмысқа жүретінмін. Күн сайынғы тіршілігім сабақ пен жұмыс арасындағы тынымсыз еңбек. Бірақ бұл мені шаршатқан жоқ, керісінше өз еңбегіммен тапқан қаражатымның маған берген мақтанышы ерекше еді. Тапқан табысымның жартысын анама беремін. Ол ақша жетіп артылмаса да, анамның жүзіндегі ризашылық сезімі мен үшін бәрінен маңызды. Анам: балам, сен менің үмітімсің, қолыңа қарап әр күнімді қуанышпен өткізіп жүрмін деп айтқанда, өзімді өмірдегі ең бақытты адамдай сезінемін. Бұл өмірде анам үшін барымды салу менің басты борышым. Оның өткендегі қиындықтарға толы күндерін еселеп өтіп, қалған өмірін жақсы күндермен толтырғым келеді. Мен үшін оның бір ғана жылы сөзінен артық марапат жоқ. Анам өмір бойы еңбекқор, әрі үнемшіл жан еді. Мен колледжден кейін жұмыс істеп тапқан ақшамды қолына ұстатқан сайын, ол оны өз қажетіне ғана жұмсап, қалғанын жинап жүреді екен. Мұны мен тек 18 жасымда әскерге шақырту алған кезде ғана білдім. 18-ге толғанымнан 3 күн өткенде қолыма әскерге шақыру қағазы тиді. Анам бұл жаңалықты естіген бойда уайымға салынып, көзіне жас алып: балам, мен біраз ақша жинап қойдым, соны беріп комиссиядан өтпей-ақ қойсаңшы, армияға бармай-ақ қой құлыным, деп жалына сөйледі. Мен анамның жанын түсіндім. Өзімнің де оны да тастап кеткім келмеді. Бірақ бармауға мүмкіндік жоқ екенін білемін. Ақша беріп қалған күннің өзінде келесі жылы бәрібір шақыру келеді. Бұл жағдайдан қашып құтылмайтыным анық еді. Мама, уайымдамаңызшы, бұл тек бір-ақ жыл. Мен есейіп нағыз жігіт болып ораламын деп анамды жұбатып, әскерге кетуге дайындала бастадым. Әскерге кетер алдында анамды туыс-туғанымның қамқорлығына тапсырдым. Нағашы ағам біздің отбасымызға үнемі көмек көрсетіп, жанашырлық танытып жүретін. Мен жоқта анамды қараусыз қалдырмайтынына сенімдедім. Анамды артқа тастап, әскерге кету мен үшін оңай болмады. Бірақ бұл өмірдің заң екенін түсіндім. Анам үшін мықты, жауапты ер азамат болуым керек. Оның үмітін ақтау менің ең басты парызым.
Нағашы туыстарым мені әскерге шығарып салды. Анамның жанында болмаған бір жыл оңайға соқпайтынын білсем де, өзімді мықты ұстап, сыр білдірмеуге тырыстым. Алғаш рет анамнан ұзап бара жаттым. Бұл ой жүрегімді ауыртып, көзіме еріксіз жас келтірді. Бірақ ер жігіт жыламайды дегенді ойлап, ішкі сезімімді ешкімге көрсетпеуге бекіндім. Пойызға мінген соң жүрегімде жиналып қалған ауыртпалықты шығару үшін тыныш жер іздедім. Туалетке кіріп, іштей жарылып, солқылдап жылап алдым. Сол сәтте өзіме қатаң уәде бердім. Болды, еркек ешқашан жыламайды дедім. Әскерге келгенде мені осында өзім секілді бозбалалар қарсы алды. Әрқайсымыздың көзімізде өзімізді дәлелдеуге батыл болуға деген жігер бар еді. Алғашқы күннен бастап сап түзеп тәртіпке үйрене бастадық. Елді қорғайтын сарбаз болу әрбіріміздің мойнымыздағы үлкен жауапкершілік екенін түсіндік. Ант қабылдаған сәтте жүрегімде ерекше сезім оянып, ер жігіт нағыз азаматқа айналғанымды түсіндім. Бірақ менің тағдырым бұл жерден де басқа сынақтар дайындап қойғанын қайдан білейін. Әскердегі алғашқы күндер мен үшін үлкен сынақ болды. Бұл жердің тәртібі, талаптары, тіпті күнделікті өмірдің өзі мүлде басқа әлем сияқты еді. Таңғы 5-те ояту, қатаң тәртіппен күнделікті жаттығулар, сап түзеу, жүгіру, мұның бәрі маған бұрын соңды болмаған қиындықтар болып көрінді. Алғашқы қиындықтардың бірі ерте тұру, уақытына бағыну болды. Үйде өзім еркін жүріп қалғаныммен айналысатыным, ал мұнда уақыттың әр минуты қатаң есепте. Таң атысымен жаттығу жасауға шыққанда денемнің әрбір бұлшық сықырлап ауыратын. Бірақ шағымдануға еш мүмкіндік жоқ. Барлығымыз бірге бір сапта болуы тиіспіз. Тамақта алғашында таңсық көрінді. Әскер асханасының қарапайым мәзіріне үйрену оңай болмады. Үйдегі анамның дайындаған ыстық тамақтарын сағынып, кейде ас ішпей жатып ақ тәбетім жоғалып кететін. Бірақ аштықтан қашып құтылу мүмкін емес екенін түсініп, уақыт өте келе бәріне көндім. Арада 6 ай өтті. Сержанттар ауысып, орнына басқа сержант келді. Сол келген соң менің тағдырым өзгерді. Ол мені жеке шығарып алды. Қасында тағы 1-2 сержант бар. Біз бүгін көңіл көтереміз деді. Басында мен түсінбей, сыра анау-мынау әкелуге жұмсайды деп бұйрықты күтіп тұрдым. Олардың түрлері арақ ішкен адамға ұқсамайтын. Шегіп алған айуандар қарқылдап күле берді. Кіші сержант есікті құлыптап, «Қане, шалбарыңды шешті» бұйырды. Сол сәтте ғана бұл азғындардың ниетін түсіндім. «Жоқ, сендер не істегелі тұрсыңдар» деп бақырдым. Жігітпін ғой, олармен төбелесіп кеттім. Олар үшеуі менен үлкен, күші бар еркектер. Ұрып жықты да тамырыма укол тықты. Мен сол бойда мәңгүрттеніп қалғандай болдым. 3 азғын маған білгендерін жасады. Кезек-кезек мүшелерін аузыма, артыма қинап салып, ыңырсытып, ләззат алғандарына мәз. Ол көрініс өте жаман. Білегіме салған уколдан кейін ештеңе істей алмай жаттым. Таң атты, таңға дейін түгімді қалдырмайды. Олар өз ісін аяқтап мені душқа сүйреп апарып, мұздай суға шомылдырды. Есімді жиған бойда өмір сүруден безіндім. Әлгі 3 азғынды тұқым тұяғымен қарғадым. Құдай бар болса, ұл-қыздарың мен сияқты азапталып қорлансын деп беттеріне жылап айттым. Ал олар болса, мені ішімнен ұрып, теуіп тастады да қоймаға қамады. Есіңді жида, 4 қабырғаңмен кеңес, енді бізге көбелек боласың. Немесе өзіңді бүгін өлтір дейді кіші сержант арсыз күлкісімен. Әскерде жүріп, талай сарбаздың өмірі әділдік іздеу жолында қиылғанын көрдім. Олар үмітпен, сеніммен күресіп, әділдік орнатқысы келді. Бірақ бұл күрес кейде тым ауыр, тым қатыгез еді. Сол сарбаздардың анасы қаралы хабар естіп, жүректері қарс айырылып, зар еңіреп қалатынын көріп жүрміз. Мен сол сәттерде олардың жан айқайын өз жүрегіммен өткіземін.
Сол кезде өзіме бір сұрақ қоямын. Мен осындай жолға бара аламын ба? Әділдік үшін өз өмірімді қиып, анамды жалғыз тастап кетуге дайынмын ба? Жоқ, анамның өмір бойы маған арнаған әрбір күні, әрбір жанкештілі есіме түседі. Егер мен өліп кетсем, анам қайғыдан есеңгіреп, менің ізімнен кетері анық. Оның мен үшін көрген азабы босқа кеткендей болар еді. Өзім үшін емес, анам үшін аман қалу мен үшін ең үлкен әділет. Сол үшін де өзіме қол жұмсамай аман қалдым. Ол азғындардың қорлығын 6 ай шыдадым. Көндім. Бірақ мен ауру болып қалдым. Артқы тоқ ішек кеңейіп, нәжіс ұстай алмайтындай болдым. Анама бұл нәрсені айта алмай, құпияда біраз емделдім. Әскерден келген соң үлкен памперс киіп жүретінмін. Анамнан тығылып 1 жыл ем қабылдадым. Анам менің аман сау келгеніме қуанды. Қайдан білсін, анам үшін қиындыққа шыдап аман жүргенімді. Бұл сырымды осы парақшаға айтып жеңілдей аламын. Әйтпесе, кеудемде ауырлық сезімі әбден шаршатты. Рахмет.